Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қазіргі уақытта хит болып жатқан тары қосылған пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыз. Ең алдымен осылай жуылған тарымызды сүтке 15-20 минутқа бөктіріп қоямыз. Сосын пирогтың қамырын жасайтын боламыз. Ең алдымен осы жұмыртқаны, сосын артынан шекерді салып, жақсылап араластырып аламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Сосын сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз бір келгедіп. Міне жақсылап араластырып алдық. Бір келгі масса болды. Енді осының үстіне ұнымызды салып, үстінен бір чайна ложка разрыхитель саламыз. Сосын жақсылап араластырып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымызды дайын болып қалды. Дайын болған қамырымызды алып, салафанға салып, шетке алып қоямыз. Ендігі кезекте пирогымыздың ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқа, үстінен шекер, сосын сгущенка саламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Енді үстінен қаймағымызды салатын боламыз. Жаңа сүтке бөктіріп қойған тарымызды сүттен сүзіп алып дайындап қоямыз. Осыны бір келгетіп араластырып аламыз. Міне жақсы араласып болды. Енді үстіне дайын болған тарымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Сосын үстінен 2 ас қасық кукурузник крахмал саламыз. Оны да салып, жақсылап бір келгетіп араластырып аламыз. Міне салмасы дайын. Енді қамырымызды алып, осындай формаға салып, әдемілеп жайып алатын боламыз. Бір келгі тегістеп жайып аламыз. Осылай жайып болғаннан соң ортасына вилканың көмегімен тесіп шығатын боламыз. Енді дайын болған осындай салмасыны ішіне құямыз жақсылап. Салмасында құйып алдық. Осы уақыт аралығында пешіміз 180 градуста қызып тұруы керек. 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне пирогымыз да пісті. Мен пирогты бөлме температурасында 1-1,5 сағат суыттым. Суытып кессеңіздер, кішкене қатып, әдем болып кесіледі. Міне көріп тұрғандарыңыздай ортасы да өте әдем болып шықты. Жасауға кеңес беремін. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, лайк, комментарий қалдырыңыз.